Көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерде мен де риза болайын. Қайырлы күн, менің есімім Руслан. Мен сізге бір керемет маңызды ақпаратпен бөлісейін. Қазіргі уақытта дамыған уақыт 21 ғасыр, сөйлеу арқылы табыс табатын заман. Оның ішінде мына желілік маркетинг, орысша сетевой маркетинг қатты дамып кетті. Бірақ соған қарамастан қаншама адамдар бар, ой сетевой маркетинг деген далбаса, өтірік, пирамида, лохотрон, ол жерге ақша саласың, ақшаң далаға кетеді. Мен істедім, мен көргемін, товарын сатасың, оған ешкім кірмейді дейтіндер бар мысалға. Оның бәрі өтірік. Желілік маркетингті түсіну үшін бірінші ана нәрсеге мән беру керек. Қазір мен түсіндіріп көрсетемін, неге адамдар сетевой десе, кейбір адамдар төбе шаштары тік тұрады, неге жамандайды. Бірақ сол адамдар да сетевоймен айналысып жатыр, өкінішке орай. Бірақ табыс тауып жатқан жоқ. Біз айналысып жатқан желілік маркетинг, біз табыс табамыз. Желілік маркетингте адамдар неге жетістікке жетпейді, неге жамандайды? Оның жауабы міне. MLM много левел маркетинг. Көп тармақты маркетинг деген сөз. Енді қараңыз, бұл компанияға кірген кезде әрбір адам өзіне керекті товарын алады, қолына товарын алады. Көрдіңіз бе? Бірақ әр адамда таңдау бар. 3 таңдау болады компанияға кірген кезде. Немесе клиент болады, немесе сатушы болады, немесе ұйымдастырушы болады. Немесе үшеуін де бірге алып жүреді. Ол адамның өзінің таңдауы. Енді неге адамдар сетевой маркетингте жетістікке жетпей жатыр? Неге жамандайды? Өйткені көп адамдар клиент пен сатушыны таңдайды. Келеді, товарды алады, мысалға сатумен айналысады, немесе өзіне қолданады тек қана. Өзі ішеді, өзі қолданады 5 жыл, 10 жыл, немесе 5-10 жыл товардың үстінен бір шамалы несін қосып, пайдасын көргенге мәз. Бірақ одан адам маркетинг планы бойынша компанияның көздеген мақсатына жете алмайды. Содан кейін ол не істейді? Ой, 5 жыл бойы мына товарды саттым, 5 жыл бойы мен товарын іштім, қолдандым, бірақ жетістікке жеткен жоқ, мұның бәрі далбаса деп айтады. Бірақ ол адамның өзінің кінәсі. Ол мына екеуін ғана таңдап тұр, өкінішке орай. Міне. Үшінші жолы бар. Әрбір компанияда, товары бар компанияда арнайы маркетинг план болады. Сол маркетинг планмен айналысса, кез келген адам көздеген мақсатына жетеді. Бірақ өкінішке орай, қазір қаншама адамдар кіріп жатыр, көбісі клиент пен сатушыны таңдайды. Қарап отырсаң, 100% адамды қарайтын болсақ, 97% ғана осымен айналысып жатыр екен да, осы 97% жетістікке жетіп жатқан жоқ былай қарағанда. Осы компания арқылы шетелге шығып деген сияқты. Олар тек клиент болып сатумен жүр. Солар жамандайды. Отырып алып жамандайды. Бірақ оларға да осы маркетинг жайлы айтылды негізінде. Анау маркетинг айтылған кезде ол адамдар не істейді? Ой, адам шақыра алмаймын, оған кім кіреді дейді. Бірақ өзіңді кіріп тұрсың ғой, өзіңді адамсың ғой. Көрдің бе? Ұйымдастыру деген сөз. Ұйымдастыру деген, яғни осымен айналысып жатқан адамдар 3% екен. Сол 3% көздеген мақсатына жетіп жатыр негізінде. Ал 97% мына жақта жүр. Алып сатумен айналысады, сосын басқа бір проектілермен айналысып жүр, қосымша тағы бір жерде жүр, сөйтіп жүрсе уақыттары кетіп жатыр. Мыналар бір компанияға кірді маркетингке, жаңағы желілік маркетинг, товарный. Жақсылап кірісті, фокусты бөлді 1 жыл, 2 жыл. Зато өзінің көздеген мақсатына жетіп жатыр да. Ұйымдастыру. Енді қараңыздар. Неге адам шақыру керек па? Ой, адам шақыра алмаймын деп қорқатындар бар. Не үшін? Ой, пирамида ғой деп. Мынандай схеманы көрген кезде пирамида ғой деп ойлап қалады. Дұрыстап тыңдаңыз. Мынау компания. Мынау мен айналысып жатқан компания данный момент америкалық VIP компаниясының өз бренд серіктесімін. Ол компания 2016 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан компания. Мысалға, не компания? Мен компанияға тіркелдім. Міне. Или сіз тіркелдіңіз, прямой. Қолыңызға мынандай керекті өнімді аласыз. Мысалы, мынандай машинасы барларға бензин, солярка, газ экономдайтын өнім, ақшаңызды экономдайсыз деген сияқты. Таза өнім, америкалық өнім, немесе жасушалық өнімдер 700 ауруды алдын алады, 58 деген сияқты осындай. Яғни әрбір адам компанияға кірген кезде өзіне керекті товарын алады. Ал оның қай жер пирамида, қай жер лохотрон. Сіз салдыңыз сал ақшаңызды, салған ақшаңызға өз товарыңызды алдыңыз. Құда да дейш, құдағи да дейш. Бір, енді сіз компанияға келдіңіз, товарды алдыңыз, қолданып жатсыз, отзыв болып жатыр, нәтиже болып жатыр, керемет.
Енді компания айтады сізге маған тіркелдің, өзіңнің кабинетің бар, онлайн магазиning бар, яғни онлайн бизнесің бар деп тұр. Енді сіз айналаңдағы таныстарға айт дейді, мен жайлы айт дейді, мына өнімдер жайлы айт дейді адамдарға, өзің көріп жатқан нәтижені айт дейді, солармен бөліс дейді. Сол кезде мен саған тағы да ақша төлеймін дейді компания айтады. Мен не істеймін, қарап отырмаймын, мен таныстарға айта бастаймын. Мысалға мына К деген команда, мысалы 2 танысыма айттым, осындай өнім бар, керемет, ол да қызықты, көрді, тіркелді. Менің арнайы өзімнің тіркелу сілтемем болады, кез келген адамның өзінің сілтемесі болады тіркелетін. Сол сілтемемен тіркеледі, өзіне керекті өнімін алады ол адам. Мысалға мысалы 2 адамға айттым, 2 адам екеуі де өзіне керекті өнімді алды, ақшасын салды, өнімін алды. Ол мәз. Компания маған сол үшін осының алған өнімінен маған табыс төлейді. Табыс. Ол ақша не үшін төлеп жатыр? Ол ақшаны маған компания айтып тұр. Егер сен болмасаң дейді, Руслан сен болмасаң дейді, ана 2 адамды мен танымаймын дейді. Мысалға, сен келдің, сен арқылы бұл адамдармен танысып жатырмын, еңбегің бағаланды деп маған ақшасын төледі. Оны орысша реферальный бонус деп айтады, тікелей бонус. Яғни ақпарат бердім, сөйледім, түсіндірдім, болды. Ол кірді, тіркелді, товарын алды, міне компания маған ақша төледі. Міне ақша қайда жатыр, табыс көзі. Енді мына адамдар тоже өзінің таныстарына айта ма? Айтады. Мынау да таныстарына айтады. Кете береді осылай. Компания ақшаны маған төлей береді. Және мыналар да өзінің ақшасын компания төлейді мыналарға, әрқайсысына. Өйткені әрқайсысы өзінің салған ақшасына керекті өнімін алады. Бұның қай жер пирамида, қай жер лохотрон. Егер адам салған ақшасына товарын алып тұрса, компания адамның салған ақшасынан төлемейді. Компания мына алып жатқан өнімнен төлейді. Мына алып жатқан әрбір өнім бал береді, бал. Бал деген ол ақша, товар айналымнан төлейді. Ал бұл адам салған ақшасына адам товар алады. Ал товар айналымнан компания табыс төлейді. Соғанда мұқият болған дұрыс. Міне осымен айналысқан адамдар желілік маркетингте 3% ғана. Осы 3% әріптестер үлкен табысқа шығып жатыр. Мысалы сіз таңнан кешке дейін жұмыс жасап жатсаңыз, бір 300 мың теңге, 400 мың теңге үшін, 400 мың теңге үшін таңнан кешке дейін үй көрмей, айына бір-ақ рет аласыз. Ал мыналар сол ақшаны, мыналар үйде жатып алып жатыр, жатып. Аптасына бір күнде тауып жатыр соны. Үйде жатып алып. Өйткені міне система, дайын система. Сіз команда құрдыңыз, әрекет еттіңіз, еңбек еттіңіз, еңбегің бағаланды, әрқайсының еңбегі бағалана береді. Сіз жақсылап фокусты бөліп, компанияға бөліп айналыссаңыз, 1 жыл, 2 жыл, мүмкін 6 ай, мүмкін 1 жыл. Уже сіз әрі қарай 1 жылдан кейін сіз болды, сіз жұмыс жасамасаңыз да, сізге уақыт пен ақша жұмыс жасап тұрады. Сіз анда барасыз, мында барасыз, қыдырып жүре бересіз, рахат емес пе? Вот осыны система деп айтады. Яғни келесіз система құрумен айналысасыз, нәтижеге жетесіз, сол аралықта сіздің жасаған еңбегіңіз, нәтижеңіз сізге өмір бойы табыс алып келеді ғой, айтқан кезде бағаланады. Ал көп адамдар не істеп жатыр? Бір зарплатаға мініп алған айлыққа. Айлық па не? Осы жұмысқа кіріп алған, бір жұмысқа мына адамдар кіріп алған, алатын айлығы 100 мыңға жұмыс істеп жатқандар бар, мысалы 150 мыңға жұмыс істеп жатқандар бар, 20 жыл, 30 жыл. Бірақ өзгеріс жоқ өмірлерінде. Олардың өзгерістері минус кредит, минус қарыз, минус уақыттары жоқ, минус денсаулықтары жоқ. Міне, алып жатқан айлығы мұны өспейді, не істемейді. Болды. Осылай үй мен жұмыстың арасында осылай өмір сүріп жатыр қаншама адамдар жылдап, 20 жылдап. Мен айтар едім, дұрыстап түсінетін болсаңыз, қосымша болса да, мына системамен, мына жүйемен айналысқан дұрыс, қосымша болса да, үйде отырып. Зияны жоқ ешқандай. Яғни мынаған мән беріңіз кішкене. Мен бір ғана тақырыпты айттым, айтатын нәрсе негізі өте көп, алдағы уақытта көреміз, түсіре жатармыз. Сізбен бірге болған ол VIP компаниясының бренд серіктесі Руслан. Сондықтан да шақырам, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыз болады. Міне, керемет табиғи өнімдері бар, айта берсем айта берем. Сондықтан да осыған мән беріңіз, пайдасын берсін.